Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен вупи печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, барлық құрамы осы үйдегі бар нәрсемен істелетін печенье. Ең әуелі біздерге сары май керек болады. 82% немесе 72. Сосын айран, ұн, какао, разрыхитель керек болады. Мен бүкіл бірге қосып алғам. Және де қант, бір жұмыртқа. Біздер бірінші ыдысымызға сары майымыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Онан соң үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Жақсылап ішіне қантымыз ерігенше араластырамыз. Оның үстіне жаңағы какао, ұн, разрыхитель үшеуін салып, тағы да миксерлейміз. Болғаннан кейін үстіне айранымызды құйып, тағы да жақсылап қою масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай қою әдемі масса болу керек. Осыны енді арнайы мешочекке салып, кондитерлік мешокқа. Менде мынандай насадка, енді әркім қалауынша насадка болмаса, жай мешокке салып, осылай домалақ қып форма істесеңіздер болады. Осыны арнайы мешокқа салып алдым. Енді осыны осылай домалақ етіп формамызға салып аламыз. Осыны енді біздер 150 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне қыздар, мен енді дайын болды, печенье пісіріп алдым. Отырып жұмсақ болады. Енді осыны мұздағаннан кейін кремін жағам. Креміне мен жерде творожный сырыма қант салып, миксерлеп алғам. Ішіне комочек қалмау керек, түйір, яғни. Енді үстіне осының сливки құямыз 400 грамм. Жақсылап қою әдемі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп алдым қыздар. Енді осыны корждарымызға печеньеміздің арасына яғни жағып шығамыз. Менде мына жерде карамель бар. Карамель менде видеода бар. Қалай істелетін жолы сол жерден көре аласыздар. Енді қыздар, міне кремімізді жағып, ортасына кремімізді құйып шыға береміз. Осылай әдемі етіп. Осылай кремді жағып әдемілеп. Жұмсақ болады. Үйлеріңізде істеп көріңіздер сіздерде. Кәдімгідей үйдегі бар нәрсе жұмсақ болады міне қыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қазір мен арасын көрсетемін сіздерге. Жұмсақ болады. Маған қатты өзіме ұнады. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Арасында осылай болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.